Түс ауа егістікке су алып келген Сүлеймен бел жазып алайын деп төсекке жантая кетті. Шаршағаны бүлініп тұр. Сілесі қатып ұйқыға шомды. Түскі асын ішкесін аздап көз шырымын алатын әдеті болса да, күндегідей емес. Осы жолы ұйқысы қатты болды. Құдай қосқан қосағының ұйқысын бұзып алмайын деді ме, Керімбала үйге кірмеді. Үй артында жиналған тезектен бір қап тезек әкеліп, қазанның астына от жақты. Іште күбірлеп бірдеңені айтып жүр, бірақ оны өзінен басқа ешкім естімейді. Үйдің бар шаруасын өзі атқарса, үстін кір жуытпайтын өте кірпияз, аққұба келген, бойшаң, сұлулығы бет жүзіне байқауға болады. Жас шамалап қалса да, сыны кетпеген көрші қолаң тұрмақ ауылдағы ағайын бетіне тіке сөйлей алмайды. Мінезде жоқ емес, тәкаппарлығы бір басына жетіп артылады. Өсек аяңға жоқ, бірақ кесіп айтады. Сонысынан ба бірді-екілі замандасы болмаса, көп ешкім жуықтай қоймайды. Кейде көңілі жадырап, шешіле сөйлеп, тісінің астында зілді әзілін айтып қалатын кезі де кездеседі. Бірақ ондай әрекет сирек. Көбінесе іште бір мұң бар. Мұңмен жалғыз өз арпалысып, күн кешіп келеді. Бүгін де жадырамады. Мұңайып жүріп, қазандықтың астына от жақты. Күндегідей емес, самал жоқ. Үп еткен жел болса, оттың астында қызыл шоқты лаулатып әкетер еді. Бүгін бықсыды да қойды. Қараңғалғыр, мына от тұтана ма? Кеше жиналған тезек емес, 40 жылды малдың жапасы. Сусылдап кеуіп қалған. Сүлейменнің ошағы тұтан деп оттың астын үрлеп-үрлеп жіберді. Қызарған шоқ бір лап етті де, түтіндеп өзіне қарай кері қайтты. Көк түтін бетін жауып, көзін ашытып барады. Ащы түтін танауымен қоса тамағын қуып, көзін жасауратып жіберді. Жаулығының ұшымен сүртіп тұрғанда қызыл жалын жылтыңдап қаланған тезектің арасында сиырдың тіліндей әр тезекте бір жалап от тұтана бастады. Ошақтың басында отырып, Керімбала көзінің жасын сүрте берді. Басында түтіннің шыққанымен бұл жолы шынайы ыстық жас беттегі әжімдердің арасында тарам-тарам болып, арнаға түскен судай жылжып, жаулығының ұшына тамды. Қыз күні есіне түсті ме, қалың ойға шомылып, ыстық жалынға қарап үнсіз отыра берді. Керімбала Іле өзенін жағалаған Балғалы руының қызы. Әкесі толыспай асқан дәулетті кісі болған деседі. Балымбай да қара жаяу емес. Текті жермен құда болам деп, ұлы Сүлейменге 13 жасар Керімбаланы алып берген. Бар жастығы мен қызықты шағы өтсе де, үйде екеуінен басқа тірі адам жоқ. Отасқандарына да көп жыл өтті. Алла екеуіне бір шақалақты бұйыртпады. Бағанағы Сүлейменнің оты тұтан деп шоғырлеп жібергендегі осы. Жатса да тұрса да жаратқанға жалбарынып, бір қызықты көрсет дегеніне 40 жылдан асып кетті. Сүлейменде іштегі қынжылғанымен сыртқа сыр білдірмей, қу тіземді құшақтап өтермін деген ой жиі мазалайды. Жазғаны осы шығар деп қыздай алған Керімбаласымен күн кешіп келеді. Отқа қарап мұңайып отырған Керімбала қазанның тасығанын естіп есін жиды. Сақырлап су қайнап Сүлейменнің ас суын беруге қамданды. Қара қазанмен бірге сары самауырынды ызылдап, суы сыртына бұрқылдады. Керімбала бұл уақытта үйге кіріп, дастарханды әзірлеп, самауырынды да әкелді. Сүлеймен сол қатқан күйі орнынан да қозғалмады. Әй Сүлеймен, тұрсаңшы, шаңқай түсте жатқан төсегіңнен тұрмадың ғой. Өзің өліп қалғаннан саумысың? Күн еңкеймей шайыңды ішіп, егістікті байқап қайтсаңшы, деді. Керімбаланың даусы зілде шықты ма, шырт ұйқыда жатқан Сүлеймен басын жұлып алды. Өскенің болғыр, ерте оятсаң қайтеді, қатып қалыппын ғой, деп теңселіп барып, құмғанын қолына алды. Беті қолын жуып дастархан басына келді. Екеуі ара шүйіркелесіп отырып шай іше қояйын деп еді, үстілерінен көршісі Күлайша кіріп келді. Қашан келсең екеуің шай ішесіңдер де отырасыңдар. Бір-біріңсіз күндерің өтпей ме? Әлде істейтін істерің жоқ па деп тілмен бір түйреп өтті. Осы сенің тілің мен аяғың қатар жүреді екен. Енді мұқатпай шайға кел деп Керімбала сөзін аяқтай үстемелеп жіберді. Бір кесе ішем де кетем. Біздің шалда шайдан өлгенде бір самауырынды тауысып егіске кетті. Өткен жолы шай ішіп отырам деп төменгі арпаны су басып қалған. Бүгін кетпенін сүйретіп ерте кетті ғой деп сарқылдап күлді Күлғайша. Күлғайша көңіл ашар жүрген жерін қағытып қысыр сөзмен елді күлкіге бөктіріп жүреді. Біздей тілімен талай түйреп алған. Онысымен өзі аңдамай қалама, артынан
сонысынан бармағын тістеп жатады. Әзілі көп, ешкімге әдейі кеп соқтыспайды. Бәрінің көңілін табамын деп қоржыны қалжаға толы келіншек. Осы отырғанда біраз әзілін боратып, тұнжырап отырған Сүлеймен мен Керімбаланың езуін жиғызбады. Тумасынан бір тоға көп әзілге езу тарта қоймайтын Сүлеймен Күлғайшаның әңгімесіне балаша күледі. Әзілдесіп отырып Сүлеймен орнынан тұрды да, өйтпесе Күлғайшаның әңгімесін бітер түрі жоқ. Ерте жіберген суы атсыздан асып, бар бақшаның басып алған шығар. Босағаға қоя салған кетпенін көтеріп, Сүлеймен егістікке қарай бет алды. Қызды-қыздымен әңгіме Сүлеймен мен Керімбалаға ауысты. Әй, Керімбала, мен бекерге келген жоқпын. Мен саған жау емеспін, замандаспын, әрі абысында болам. Көрші отырып сенің зарың маған батады, деп әңгімені бастады. Бұл кезде Керімбаланың түрі суып, тағы да не пәлені шығарғалы отыр дегендей сұстанып Күлғайшаның бетін қайтармаққа бекінгенмен аузынан сөз шықпай тілі күрмеле берді. Оған назар аударған Күлғайша жоқ. Алдыңғы шайдан бір ұттап қойып әңгімені бастады. Керімбала, сен менің ақылымды тыңда. Отасқандарыңа 40 жыл болды. Ана Сүлейменді қубас етпекпісің, ол байғұста жасы келді. 60-ты алқымдап 40-тың ауылына да аяқ басты. Қанша құмыры бар. Ертең қисайып қалса ат өшіп қалады ғой. Өзі жалғыз, бауыры Белдібайды білесің, соғыста шейіт болды. Одан қалған жалғыз қызды Мекетайды бауырыңа басқанымен ол да кетеді. Ертең шалың кетіп қалса Мекетай тұрмысқа шығады. Сенің күнің не болады? Сен ақылға көніп Сүлейменге бір адам тап. Ең болмаса ат ұстары соңында қалсын. Қу тізесін құшақтап, қу басы кетті деген кімге жақсы? Ол момын, жаратқанның ісі деп жүре береді. Қайбір жетісіп жүр дейсің? Іштен тынып жүрген шығар. Сен осылай ерлік жаса деді. Ешкім кеудесінен бастырмайтын Керімбала бұл жолы Күлғайшаға жауап қайтара алмады. Төбесіне біреу суық су құйғандай тас қатып, жақ жазбай отырып қалды. Өңі бозарып, өксік тамағына келіп тығылды. Тас құрсағы одан ары мұзға айналғандай. Суық тер аяғына дейін бір-ақ шықты. Маңдайдан шып-шып етіп шыққан термен қоса көзден жас төмен қарай домалап түсті. Осыны байқап қалған Күлғайша шошып кетті. Жанды жеріне тиіп кеттім-ау деп тілін тістей алды. Керімбала, әй Керімбала, саған не болды? Өңің қашып кетті ғой. Аңдамай сөйлеп жанды жеріңе тиіп кеттім-ау, кешір мені деп үстелді арғы басына отырған Керімбаланың қасына ұшып барып құшақтай алды. Осы кезде барып есін жиған Керімбала көзін асып, Күлғайшаны кеудесінен итеріп жіберді. Бір нәрсені бүлдіргенін сезген Күлғайша орнынан тұра сала үйіне қарай безек қақты. Ал Керімбала болса отырған орнынан қалшиды да қалды. Аяқ-қолы дірілдеп, көзі тұманданып, санасына түрлі ой келді. Сонша жыл бетіме ешбірі қарсы келмегенде Күлғайшаның бұнысы несі? Бедеулігімді бетіме басқаны ма? Төрімнен көрім жақын қалғанда Сүлейменнің құшағына өзгені қайтып қиямын. 40 жыл ыстығымыз бен суығымыз бірге өткенде көрейін дегенім осы ме еді? Бұл қай сасқаны деп өкіріп қоя берді. Бар шерін шығарып, етегі жасқа толып, іштегі запыраны шығып, жеңілденіп қалғандай болды. Бірақ Күлғайшаның сөзі құлағында қалып қойды. Еңсіреп жүріп, үйдің шаруасына араласып кетті. Түстегі дастарханды жинастырып, Сүлейменнің тамағын дайындады. Кеш қарая Сүлеймен де келді. Бір ай бұрын асарға сойған қой етінен қалған бір жілікті қазанға салып, кешкі асты алдыға келді. Белдібайдан қалған жалғыз қыз Мекетаймен бірге отырып, үшеуі ет жеп ауқаттанды. Күндегідей емес. Дастархан басы үнсіздік орын алды. Ара-тұра Сүлеймен сушылардың әңгімесін айтқанымен, Керімбала оның біреуін де естімеді. Бар ойы күндізгі Күлғайшаның айтқан әңгімесі ойынан кетпеді. Жүрегін тілгілеп сыздатып барады. Бүгінгі түнді Керімбала ұйқысыз өткізді. Таңға дейін көз ілмеді. Көзі ілініп бара жатса, Күлғайшаның даусы құлағына келіп, басын төсектен жұлып алады. Мүмкін Күлғайшаның айтып отырғаны да дұрыс шығар деген ой мазалай берді. Бірақ отасқан күйеуіне деген қызғанышы қимастығы жібермеді. Ойды ой қуып, санасы сансаққа жүгіріп жатқанда күн ұясына шығып таң атты. Күндегі әдеті бойынша Сүлейменнің жұмысына жіберіп, шаруаға араласып кетті. Күніне 2 келіп кететін Күлғайша да аяқ баспады. Буынсыз жерге пышақ ұрғанын біледі. Оның үстіне Керімбаланың мінезімен де жақсы таныс.
Беті күйіп аяқ аттамады. Бірнеше күн осылай үнсіз күн кешіп, көршісімен араласпай қалды. Қанша жыл қатып қалса да жүректің түбінде бір жылылық бар емес пе? Онсыз да жатса тұрса да жалбарынатын Керімбала ақылға келгендей болды. Ары қарай Күлғайшаға өзі барды. Күлғайша ауыздыға сөз бермей, ауылдың бар әңгімесін жіпке тізіп әзілігімен елді жусатып кетушең, неғып баспай қалдың деп зілденіп сөйлей қалды. Айыбын түсінген Күлғайша үстінен ауыр жүк түскендей жүгіре барып Керімбаланы құшақтай алды. Айналайын жарығым Керімбала, бір ашуыңды маған бер. Аңдамай сөйлеймін деп жүрегіңді жаралап алдым-ау. Кешір мені, кешір деп құшағын ашпай тұрып алды. Мына қатын қайтедей, босат мені. Кеудемді қысып жібердің ғой, өлтіремісің, ары тұр деп зілсіз жауап қатты. Ашуының тарқағанын Күлғайшада сезе қойып, жүрші шай ішейік, сенсіз біздің үйдің берекесі кірмейтінін білесің, алдыма түс деп қолтықтай кетті. Екеуі баяғы өмірлері секілді әңгімесін айтып, дастархан басында шүйіркелесті. Күлғайша, сенің сөзіңнің жаны бар. Өткендегі айтқаның орынды. 40 жыл отасқан күйеуімді біреуге бере салған оңай емесі рас. Бірақ ұрпақты ойласам, жанымды жегідей жеп бітемін. Саған ренжіген жерім жоқ. Қаперімде сөз тауып айта алмадың. Кеудеңмен итеріп жібергенім, сен ренжіме. Одан да екеуміз Сүлейменге жарыс дейік. Менің мінезіме кім шыдай қояр дейсің? Тілі жоқ, құлағы естімейтін біреуді тапсаң деп Керімбала ішек-сілесі қатты. Оған қосылып Күлғайшада жадырап қалды. Мынауың жөн. Іздесек іздейміз, несі бар? Сүлеймендей сымбаттыға қатқан қатын тиеді. Жас 60-қа келді дегенің болмаса, әлі 20-дағы жігіттей ғой жарықтық. Ауылда бір аралап шығайыншы. Мен тием деген 40 қатын соңымнан еріп келсін деп әзілін жалғап әкетті. Расымен де бір адамды білем. Көрші ауылда дәл сондай бір адам бар деп Күлғайшаға көзі жарқ ете қалды. Кім ол? Расымен тілі жоқ, құлағы керең әйел ме? Ол мұқалмен қайтып тілдесеміз, көне қойса жақсы. Айны қалай қабылдайды деп Керімбала өзектей түсті. Тілдесетін несі бар? Сүлейменге бала туып берсе болды емес пе? Мына көрші ауылда Омар деген кісінің Орынша деген қызы бар. Жас күнінде қатты шошынып қалса керек, содан тілі шықпай қалған. Құлағы да ауыр естиді. Ағаймен жағдайын айтып көрсе көнеді деді. Сол күннен бастап Керімбаланың тағы да ұйқысы қашты. Бір күні сәлем сауқаттан салып, көрші ауылға кетті. Омардың үйіне барып Орыншаны көріп қайтты. Тіл аузы жоқ дегені болмаса, құрсақ ұрпақ өрбітер шамасы бар. Сол ауылға бірнеше рет қатынап жүріп Омарға жағдайын жеткізді. Бұл кезде ауылда әңгіме тарап кеткен болатын. Ауылда құпия болушы ме еді? Сүлеймен де естіген. Сыр білдірмеген сыңай танытқанмен Керімбаланың ісіне іші жылынып қалды. Оңашада көңілі босап, көзіне жас алып алды. Ақыры не керек, Орыншаны үйіне әкелетін болды. Жөн жоралғысын жасап, Орыншаны әкеп Сүлейменге екінші әйел етіп қосты. Алғашқы күндері іші ұлып өзін жайсыз сезінгенімен Керімбала күн өте бой үйретіп көндіге түсті. Үйдің бар бейлігі өзіне өтіп, Сары бәйбіше атанды. Ас суды өзі дайындаса, қара жұмысты Орыншаға жүктеді. Кейде өзінің зілдігін көрсетіп, тоқалға басшылық жасайды. Орынша байғұс айтарға тілі жоқ, Сары бәйбішенің айтқанына көндігіп, сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығатын болды. Бар ауыр тірлік соның мойнында. Күннен күнге Сары бәйбішенің үстемдігі арта бастады. Араға 9 ай салып, Орынша дүниеге шекесі торсықтай ұла келді. Бүтін ауыл болып Сүлейменнің баласының тойын тойлады. Тіпті Орынша босанған күні Сүлеймен таң атқанша ауылдың бар үйінің есігін қағып, сүйінші сұрапты. Көптен күткен қуанышы жүрегін жарардай шаттанды. Жаратушыға бір арды ойлаған Сары бәйбішесіне 2 алғыс айтып, шаттыққа бөленді. Сүлеймен ұлының есімін Сарымсақ деп қойды. Тұла бойы тұңғышы артымда ұрпақ қалды, қу бас дегеннен құтылдым деп той жасайды. Сары бәйбішенің де мерейі өсіп, үлкен үсті тындырған Сүлейменнің қуанышына бірге шаттанды. Сол күннен бастап Сарымсақты бауырына басты. Орынша үшін қилы да тағдырлы өмір енді басталды. Баланы дүниеге әкелдім дегені болмаса, маңдайынан мейірленіп бір иіскемейді. Құшағына қысып көтеріп те жүрмеді. Туа салған кішкентай шақалақты Сары бәйбіше мылқау кемпірге ұстатпады. Түн ортасы болатын. Сарымсақ қарны ашты ма, шырылдап жылап берді.
құшағындағы баланы көтеріп ортаңғы үйге апарды. Бұл уақытта күндізгі ауыр тірлік бар әбден шаршаған орынша тұяқ серіппей ұйықтап жатыр еді. «Әй мылқау, тұр, мына баланы еміз» деп бүк түсіп жатқан орыншаны түртіп алды. Көзін ашып ұйқысын аша алмай бүгежеңдеп орынша байғұс баланы емізуге ыңғай танытты. Туғаннан баланы қолына дұрыстап ұстамаған орынша байғұс дұрыстап емізудің ыңғайын таппай, оның үстіне сары бәйбішеден де қорқақтанып қалақтай берді. «Мына мылқау қайтеді, баланы өлтіресің, бұлай тұр, ұстама» деп жұмыстан жарылып кеткен қолын қағып жіберді. Қолымен орыншаның омырауын ағытып сарымсақты мылқау кемпірдің омырауын тосты. Ашығып қалған сарымсақ анасының омырауын мейірлене сорып бауырына қарай тығыла түсті. Осы сәт керімбаланың жүрегін дір еткізіп қолынан баланы шығарып ала жаздады. Сыр білдірмегенсіп орыншаның қос омырауын кезек-кезек емізіп баланы қайта алып кетті. «Болды, жата бер, қатты ұйықтап қалма. Түнде жыласа тағы әкелем» деп қолымен түсіндіріп дауыстап сөйледі. Сары бәйбішенің сөзін мылқау кемпір естіді ме, тек қолымен нұсқаған ұққандай болды. Қайран ана, тас емшегін жібітіп, тар құрсағын кеңейтіп, ішінен жарып шыққан баласының құшағына қысып ұйықтай алмағаны қандай қиын. Мейірлене иіскеді. Баланың иісінен асқан тәттілік бар ма? Мылқау іштей жыласа да қолдан келер қайран жоқ. Ары қарай бүк түсіп жата кетті. Күн осылай өте берді. Баланың тәрбиесі де бар, ықыласы да сары бәйбішеге тиесілі. Оны былай қойғанда ес біле туған анасын мылқау емес керімбала деп өсті. Орынша бәрінің артынан бірін туып, Сүлейменге 3 ұл, 1 қыз туып берді. Барлығы да біздің шешеміз керімбала деп ержетті. Әредікте көрші қатындар сендердің шешелерің анау мылқау десе, намыстанып жылап қалатын кездері де болды. Бір жолы кенжесі Құралайдың маңдайынан иіскеген үшін сары бәйбішенің қаһарына түсіп қалған. Үйге кірсе бесікте бөленіп жатқан Құралайды көреді. Жан-жағына қарап сары бәйбішені іздеп, көріне қоймағасын бесікте Құралайдың маңдайынан иіскеп кеп бергенде көзінен мөлт етіп жас тамды. Ана сезімі оянды ма, нәрестенің иісіне мауқын басып бесікке басып қойып ұйықтап кеткен. Дәл осы кезде сары бәйбіше де үйге кіріп қалады. Қызғанышы оянып бесікке басын қойып отырған мылқауды нұқып қалады. «Тұр бұлай, бесікті аударасың. Саған бала не керек? Бар жұмысыңды істе» деп үйден шығарып жіберді. Зілі қатты болғанымен іштей орыншаға жаны ашитын. Кейде мұнтаздай етіп киіндіріп, тарамыс-тарамыс болған қолдарына сақина кигізіп, бір уақыт көңілін көтеріп қоятын. Бұған мәз болған орынша мақтанып, өз әлінше рахметін айтып, көршілердің үйіне қарай барып, үстіндегі киімін көрсетіп әлек болатын. Көршілер де оны қуанып тұрғанын сезіп, бас бармағын шошайтып, мақтануын асырып жіберетін. Көңілі көтерілген орынша осыған риза. Ол дүниеге сарымсақ, Рахым, Қастай, Құралай деген ұл қызды әкелді. Кішісі дүниеге келгесін көп ұзамай Сүлеймен дүние салды. Үйдің иесі керімбала болды. Сүлейменнің қазасы оңай болған жоқ. 70-ке жетпей кеткен Сүлеймен ұрпақсыз кетпеді. Қайтар алдында бар балаларын жинап алып, 2 кемпірді аманаттап кетті. Сендерді туған аналарың орынша, керімбала баққан аналарың. 2 шешелерің де сендерге аманат деді. 4 бала да орыншаның туған аналары екенін шынайы білді. Жүректерімен сезді. Бірақ олар әлі жас еді. Оның үстіне баққан шешелерінің ықпалынан шықпай, соның қас-қабағына көбірек қарайтын. Сүлеймен дүние салғасын мүлде ауыр болды. Шеттей бала-шағамен мылқау кемпір керімбаланың қолына қарап, ауыртпалықтың бәрі бір өзіне түсті. Тұрмыстың тауқыметі қиындай түскенде керімбала мылқау кемпірді төркініне апарып тастады. Ай өтті, жыл өтті, өмір зулап жүре берді. Орынша да төркініне сіңісіп кетті. Ана емес пе? Сағынышын басу үшін ауылға кеп, балаларын сыртынан көріп кететін еді. Үйге кіруге сары бәйбішеден қорқып, жүрегі дауаламай сырттан кетіп жүреді. Мұны ауыл адамдары бірнеше мәрте байқап қалғаны бар. Іштей жандар ашып, керімбаланы да сөзбен сабап алатын болды. Осылайша балалар ер жетті. Алды әскерге барып Сүлейменнің шаңырағын тіктеді. Бір жолы Сарымсақ пен Рахым егістікке жұмысқа барған. Рахымды бүкіл ауыл Еретай деп айтайтын.
Сушы болып жұмыс істеп жүрген әкелерінің замандасы Медеқұл мен Шәлменге амандасады. Жөн сұрасып біраз әңгіме дүкен соғады. Осы сәтте Медеқұл мен Шәлмен замандасының ұлдарын құшағына қысып бір әңгіменің тегін ағытады. Айналайын сарымсақ, рахым, сендер әкелерінің зарға күткен жарығысыңдар. Сүлеймен жарықтық өте момын болды. Ағайынмен тату, досқа адал, өте еңбекқор адам еді. Аузы дуалы, ботагөйлі бір төбе еді ғой. Жарықтың жатқан жер жайлы болсын. Сарымсақ, сен білесің бе, сен дүниеге келгенде әкең бүтін ауылдың есігін қағып сүйінші сұраған. Қуанышы қойнына сыймай жарты әлемге жар салып қуанып еді. Сол бір күн кеше ғана өткендей еді. Енді міне сендер үлкен жігіт болдыңдар. Бір шаңырақтың иесісіңдер. Сендерге бір нәрсені айтайын. Ана туған аналарыңа жиі барып тұрыңдар. Ол бейшара сендерді жарық дүниеге әкелді ғой. Өткен жолым түсіп сол ауылға барған кезде жұмыста жүрген орынша байғұс қасындағы қатындарға саусағын санап, менің 4 балам бар, мені алып кетеді деп жатыр екен. Тілі жоқ болса да жаны бар адам ғой. Ымдап айтып жатқанын мен де түсіндім. Жаным ашып кетті. Оның үстіне денсаулығы да кетіп қалыпты. Жасы да келіп қалды ғой. Шамаларың жетсе қолдарың алыңдар. Айтайын дегенім осы, деді. Әкесімен бірге жүрген әкелерінің бұл сөзі Сарымсақ пен Рахымның жүрегін толқытып жібергендей болды. Оның үстіне Сарымсақ жақындағаны шаңырақ көтерген болатын. Екі ақсақалдың сөзіне құлақ асып, таң сәрісімен Сарымсақ қасына келіншегін ертіп туған анасының үйіне барды. Қасына келін ертіп барған Сарымсақты көрген орынша қалбалақтап жүгіріп келіп құшақтай кетті. Қолынан сүйіп, қуанып, көзінен жас тоқтамай жылай берді. Құшағын ашпай мауқын басты. Келінін көріп маңдайынан иіскеді. Ыңылдап қолымен сермеп бір нәрселерді жеткізгісі келді. Қолынан сүйреп ескі қораға қарай жүрді. Бүгежеңдеп барып қораның бұрышын қазып тығып қойған бір орамалын алып шықты. Ұлы мен келіннің қолына ұстатып аш дегендей ишара танытты. Жарығым-ай, ана жүрегі емес пе? Төркінінде жүріп ұл-қызын ойлаған. Жастайынан мейірімге қан басада балаға деген махаббат ерекше. Жылдар бойы істеген еңбек ақысын тығып кілең бақыр тиынын жинап ұлы мен келіннің қолына ұстатқаны Сарымсақтың көңілін толқытты. Керімбаланың ашуынан көңілінен бірігіп туған ананың махаббатын сезінбеппін ғой. Көңіліңнен айналдым анашым деп құшағына қысты. Ұлы мен келінін көріп көңілі жадырап қалған орынша біразға дейін қуанып жүрді. Маңайындағы қыз келіншекке мәз болып ұлының келгенін жеткізді. Бірақ ауруы күннен күнге дендей берді. Анасының ауырып қалғанын естіген ұлдар келіп бір жола үйлеріне алып кетті. Үйге кетеміз, алып кетем деп Сарымсақ пен Рахым келгендегі орыншаның қуанғанын көрген ауылдастары көз жастарына ерік берді. Байғұстың өміріндегі ең бақытты сәті осы шығар. Жарық дүниеге нәресте әкелгенде былай шаттанбаған болар. Ал бүгінгі бақыт мәңгілік есінде қалары сөзсіз. Мылқау кемпір Сары бәйбішенің үйіне келгенімен көп жүрмеді. Науқастанып келген орынша сал болып төсек тартып жатып қалды. 3 жылға жуық төсек тартқан аналардың балалары балапандай қорғаштап бағып қақты. Амалғанша ақыры дүние салды. Туған анасын арулап мәңгілік сапарына шығарып салды. Перзенттік парыздарын өтеді. Мылқау кемпірді жерлеп келіп отырған күні Керімбаланың замандастары Сары бәйбішені сөзбен түйреп қағытып қоймады. Керімбала, сен шалыңды Сүлейменді сонша Мылқау кемпірден қызғанып едің. Бәрібір сенен бұрын Сүлеймен мен Мылқау кемпір табысатын болды. Шынайы махаббат орынша екеуінде болған секілді деп қағытты. Бұл сөзі Керімбаланың жүрегіне ауыр тиді. Әзілге қанша бұрмалағанымен ішінде қызғаныш оты қылтия кетті. Ақыры не керек, сан жылғы қызғаныш Керімбаланың түбіне жетті. Орыншаның 40 болатын күні құсалықтан жан тапсырды. Керімбала да Мылқау кемпірдің соңынан мәңгілік сапарға аттанды.